Bir жерін айтыңыз көке. Роналду кедергі келтіре ме Португалияға, пайдасы тие ма? Осы жолы. Ол анау саясат қой енді оның барлығы. Футболға саясат араласып кеткен деп бір версия айтатын болсақ, Португалияны УЕФА чемпион қылуы тиіс. Өйткені текетірес керек. Адамдарға қызық дискуссия керек. Футболдың мәңгі бақи осылай қырғи қабақ екенін көрсету керек. Яғни Месси әлем чемпионы болды ма, енді УЕФА көмектесіп, мына Португалияны чемпион қылу керек FIFA арқылы. Ол енді төрешілерді айтады, қояды, Португалияны сүйреп апарыңдар дейді. Өз күшімен пока барады ширек финал. Содан кейін жаңағы басталады. Даниэль Зиберт деген сияқты төрешілерді қояды, сөйтеді, оны жеткізеді. Сөйтіп Португалияны және Криштиану Роналдуды әлем чемпионы қылу керек та, екі икона, Месси мен Криштиану екеуі де әлем чемпионы болған. Мынау Латын Америкасын жеңген, мынау Европаны жеңген, ғасырлар тоғыса, әлем футболының аңыздары ешкім көрмеген осындай оқиға деп кітап жазып, кино, документальный фильм, Netflix бәрі түсіріп жатыр. Осындай сценарий бар. 2022-де Месси сонда сол сценариймен әлем чемпионы болды. Ойнап та болды. Мынандай әңгімені айтып қалды біраз болды. Сағынып қалдық қой мына әңгімені. Ойнап болғанда енді өздері де жақсы ойнады, бірақ төрешілер сүйреді ғой Аргентинаны. Бүкіл матчта Аргентина 2 рет пенальти тепскенде ол төреш қалай көмектесе алмайды? Португалияда Мароккомен пенальтидің өзінде төрешілер көмектесіп жатыр ғой қазір заманда. Пенальтиге байланысты айтып отырсың ғой. Пенальти сериясында да төрешілер көмектесе алмайды ғой деп жатырмын мен, пенальти сериясында. Жоқ енді егер Чемпиондар лигасында көмектесті ғой бір төреші. Атлетиконы айтып жатыр. Аха, соны оны да жасай салу.